Сәлем достар. Сарымсақтың пайдасы жайлы көбіміз естіген болармыз. Тұмау жайлаған уақытта ең алдымен сарымсақты еске алатынымыз бар. Себебі сарымсақ вирусқа қарсы қасиетке ие. Ол оның құрамындағы емдік заттар, фитосидтер организмді індетке қарсы тұруға көмектеседі. Бүгін біз сендерге сарымсақтың керемет пайдасы жайлы айтып өтеміз. Видеомызды соңына дейін көріңіз. Және өз денсаулығыңызға қажет болған мәліметтерді осы видеодан табыңыз. Адамның қорғаныш иммун жүйесі, түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты екенін білеміз. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің зияны қандай? Соған тоқталайық. Ең алдымен сарымсақтың 10 пайдасына кезек берсек. Бірінші кезекте ол бактериямен күреседі. Сарымсақты шекіде жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ аллиципекалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса, немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейтінін ұмытпаған жөн. Екінші, қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымдарын жақсартады екен. Келесі үшінші кезекте қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартатынын естен шығармаған жөн. Төртінші кезекте иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасын тапсырмас дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау, сырқауды 60%-ын алдын алуға болатыны дәлелденген. Келесі бесінші кезекте ол бізде қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, гилалил, сульфид, салин, цистин мен сәлен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен екен. Алтыншы кезекте ол паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 литр сүтке 1 бөлік сарымсақты салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетінші кезекте ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартатынын ұмытпағайсыз. Сегізінші кезекте буын аурулары. Сарымсақтың аяқ, қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Келесі кезекте ол сарымсақ теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. 10-шы кезекте сарымсақ артық салмақпен күреседі, яғни дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ, сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де кеңес береміз. Осыншалық пайдасы бар сарымсақтың зияны қандай болмақ? Сарымсақтың зиянына
тағы да тоқталып кетейік. Сарымсақтың құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе, қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынға не қозған кезде сарымсақты жемеген дұрыс. Сарымсақты көп жесе, ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн екен. Олай болса, бүгінгі менің видеом сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.